Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода also және as well сөздерінің айырмашылығы туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, айтылатын мәліметтерді есте сақтаңыз. Ағылшын тілінде also және as well сөздерінің екеуі де бір мағынаны білдіреді. Сөйлемдерді аударған кезде тағы да немесе сондай-ақ деген мағыналарды білдіреді. Мысалы, I would like a cup of tea and I would like also sandwich. Мен бір кесе шай және тағы да сэндвич қалаймын, немесе сондай-ақ сэндвич қалаймын деп аударсақ та болады. Алайда, as well сөзі сөйлемнің соңында қолданылады. Ал егерде сөйлем күрделі болатын болса, бірінші сөйлемнің соңында қолданылады. Яғни бағанаңқы сөйлем деп отырғанымыз бірінші сөйлем. Мысалы, I bought this handbag and I bought these shoes as well. Мен мына қол сөмкені сатып алдым. Және тағы да мен мына аяқ киімдерді сатып алдым деген мағынаны білдіреді. Ал also сөзі модальды етістіктерінен кейін және to be етістігінен кейін қолданылады. Мысалы, Айжан is teacher. She is also a mother. Яғни Айжан мұғалім. Сондай-ақ ол ана деп аударылады. Ал егерде сөйлемде модальды етістіктер немесе to be етістігі болмаса, also сөзі негізгі етістіктен бұрын қолданылады. Мысалы, I play volleyball and I also play football. Мен волейбол ойнадым және тағы да футбол ойнадым деген мағынаны білдіреді. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, мына тапсырманы орындап көріңіз. Бірінші сөйлем мысал ретінде берілген. Бұл тапсырма тек қана also сөзіне байланысты берілген тапсырма. Ал енді осы тапсырманың жауаптарымен бөлісейін. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.